Сәлем достар. Мен бүгін сіздерге 8 сынып Қазақстан тарихынан 18 ғасырдағы қазақтардың материалдық мәдениеті тақырыбын талдайтын боламын. Мен сіздерге тегін білім беремін. Сондықтан сіздер менің еңбегімді бағалап каналға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып комментарий жасап отыруларыңызды сұраймын. Сабақ тақырыбы 18 ғасырдағы қазақтардың материалдық мәдениеті. Бұл сабақта қазақ халқының 18 ғасырдағы қолданбалы өнерінің жетістіктерін бағалайтын боласыздар. Ұлы дала тұрғындарының шаруашылығы мен үй кәсібі. Яғни бүгін бұл сабақта біз материалдық мәдениеттің не екеніне тоқталып кетейік. Жалпы материалдық мәдениет деген адамдардың күнделікті өміріне қажетті пайдаланатын барлық заттары материалдық мәдениетке жатады. Мысалы баспана, киім-кешек, еңбек құралдары, қару-жарақтар, тұрмыстық заттар, сәндік бұйымдар, ұлттық тағамдар, үй жиһаздары. Қазақ қоғамында осы нәрселердің барлығын қазақтардың өздері жасай білген. Қазақ қоғамы көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан және осы заттардың көп бөлігі мал өнімдерінен жасалынды. Қазақтар үшін малдың орны ерекше болған. Мысалы мал мінсе көлік болған, ішсе азық болған. Ал малдың терісінен киім-кешек, аяқ киім, түрлі ыдыстар жасаған. Жүнінен, киізден киім, аяқ киім, кілем, тағы да басқа тұрмыстық заттар әзірлеген. Мысалы жылқының жалынан мықты арқан ескен, малдың мүйізінен тарақтар жасаған. Яғни мал өнімдерін қалдықсыз даярлаған. Қазақтар өздеріне қажетті материалдық мәдениетті тек қана мал өнімдерінен ғана емес, сондай-ақ ағаштан да темірден де жасаған. Мысалы, ағаштан олар киіз үйдің сүйегін, керегесін, уығын және шаңырағын, есігін, табалдырықтарын жасаған. Сондай-ақ шеберлер музыкалық аспаптарды, домбыра, қобыз, сыбызғы, сондай-ақ еңбек құралдары, айыры, күрек, тырма тағы басқаларды жасады. Күнделікті тұрмыста пайдаланатын ас ішетін тегене, тостаған, қымыз құятын ожау, үлкен ағаш астаулар, ет салатын табақтарды да ағаштан жасады. Ал темір өңдеумен айналысатындарды ұсталар деп атады. Ұсталар олар қару-жарақтар жасады, түрлі бұйымдар, сондай-ақ ат әбзелдерін дайындады. Сондай-ақ зергерлер болды. Зергерлер бұлар әйелдердің әшекей бұйымдарын, білезік, сырға, шолпы, жүзік, сақина, алқа, қаптырма, шашбау бұйымдарын жасады. Қазақтардың тұрмысында аса кең таралған материалдардың бірі тері илеу болды. Қазақтар иленген теріден киім-кешек, ыдыс, белдік, аяқ киім, түрлі үй жиһаздарын жасайтын болды. Сондай-ақ олар жабайы аңдардың терілерінен де киім тігетін болды. Мысалы құнды аң терісінен астарлап тігілген тон, ішік, мысалы қасқыр ішік, я болмаса түлкі тымақ, құндыз бөрік дегендер болды. Қазақтарда кең таралған өнердің бірі киіз басу болды. Киізбен негізінен әйелдер айналысқан және осы киізді басудың техникасын бірте-бірте жетілдірген. Киіздің екі түрі болған. Біреуі жаңағы оюсыз киіз, екіншісі оюлы киіз, ол текемет деп аталынған. Басып алған киізден түрлі торлық дайындаған. Мысалы торлық деген бұл керегелерді жабатын киіз, сондай-ақ үзік дайындаған, ол уықты жабатын киіз, түндік дайындаған, бұл шаңырақты жабатын киіз. Сондай-ақ өнердің бір түрі бұл кілем тоқу болды. Кілемді қарапайым құрылғы өрмек арқылы тоқыды. Кілемнің 2-3 түрі болды. Мысалы, түксіз тықыр кілем тоқыды, түкті кілем тоқыды және өрнектермен әшекейленген қабырғалық киіз, бұл тұс киізде тоқитын болды. Қазақ қоғамында барлық жасалынған материалдық мәдениеттің барлығын ою-өрнектерменен безендірілген. Оны ер-тоқым көрпешесіне де, киімге де, бас киімге де, әйелдердің әшекейіне де, аяқ киімге де, ыдыс-аяққа да, кілемге де, қоржынға да тағы басқа да салған. Аса кең таралған ою-өрнектің түрлері қазақтарда қошқар мүйіз, түйе мойын, мүйіз, қос мүйіз, сыңар мүйіз, сондай-ақ жануарларға байланысты қаз мойын, өркеш, өрмекші, өсімдік тектес жапырақ, гүл қауыздары, 3 жапырақ тағы басқа өрнек түрлері кең таралған. Қазақтардың баспанасы негізінен көбіне киіз үй болды. Киіз үйді жалпы Евразия көшпелілері мыңжылдықтың ортасында ойлап тапқан болатын. Содан бері ол көшпелілер үшін маңызды баспана болып саналынды. Сондай-ақ
қазақтар қалмақы киіз үйлерде де тұрды, бірақ қалмақы киіз үй бұл аса көп болған жоқ. Үшінші, қазақтарда қыстау деген болды. Қыстау үйлері деген ол қыста келіп тұратын үйлері негізінен ағаштан, шымнан, тастан және шикі кірпіштен салынды. 18 ғасырда төбесі шатырмен жабылатын үй салуды да үйренді. Үйдің ішіне қазан асылатын болды, әрі үйді жылытатын пеш орнатылды. Үй пеш арқылы екіге бөлінді. Бір бөлмесі ауыз бөлме деп аталынды, екінші жағы төр үй деп аталынды. Төр үйде адамдар тұрды және еденнің үстіне ағаштан салынған аласа орын, нар деген жасалынды. Ауқатты қазақтардың бөлмелері 3-4 бөлмеге дейін жетті. Кейіннен Қазақстан Ресейге қосылғаннан кейін орыс ұсталарынан ағаштан қиып жасалынатын үйлер салуды да үйренді. 18 ғасырдағы Қазақстанның материалдық мәдениеті тақырыбын талдадым. Енді сабақтың соңындағы екінші тапсырма қазақ қоғамында кәсіп иелерін қалай атаған, олар немен шұғылданған деген кесте берілген. Осы кестені сызып толтырамыз. Мен үйші туралы жаздым, ұста туралы жаздым, сондай-ақ зергер туралы жаздым, сосын тон тігетін тігіншілер туралы жаздым. Сіздер бұдан да басқа кәсіп иелерін жазуларыңа болады. Олар қандай шикізат пайдаланған жазасыздар және одан қандай бұйымдар дайындаған жазуларыңа болады. Достар, менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Мен сіздерге осындай сабақтарды салып тұратын боламын. Тегін білім алыңыздар және маған мотивация беріп, қолдап қоюларды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.